Қазақстан халық тілдері мерекесі осындай ұлы тұлғалар дүниеге әкелген қазақ халқының кеңпейілдігін, татулық пен достықты, бірлікті дәріптейтін ел екендігінің белгісі. Әлемдегі ешбір мемлекеттің бұндай мереке аталып өтпейді десек те болады. Тілдер күнін белгілеудің өзі Қазақстан басшыларының дана саясатын терең ойлай біле алатындығының айқын көрінісі. Тіл арқылы елдердің татулығын сақтау, ол өзінің ғана емес, өзгенің де бағалысын бағалай білу деген сөз. Бүгінгі мереке күніне орай тіл тірегіміз соғып тұрған жүрегіміз атты онлайн сұхбатымызда тіл мәртебесі төңірегінде әңгіме өрбітетін боламыз. Бүгінгі сұхбатымыздың қонағы халықаралық қазақ тілі қоғамы Хромтау аудандық филиалының төрағасы Айбол Сағынжанұлы. Қалай болып жатыр? Жалпы оқушылардың қазақ тілін үйренуге құштарлығы мықты деп айта алмаймыз, бірақ жаймен өркендеп өсіп келеді. Біз Орысқол ауданы, біздікі Хромтау, Қарғалы деген аудандар. Бірақ біздің оқушыларымыз көнерген сөздерді жаттап, бата тілектерді жаттап, тәрбиелеп жатырмыз. Мысалы, өлеңдерді де жаттатамыз. Біз қазақпыз, тегіміз қазақ ғажаппыз, егемендік жолында табанды талай ғажаппыз. Домбыра алсақ ақынбыз, дулыға кисек батырмыз, тағдырдың жүгін арқалап бүгін келе жатырмыз. Сауалымыз жалпы осы өзіңіздің тілді үйретуде қандай әдіс-тәсілдерді қолданасыз? Тілді, мен қазақ тілі мұғалім болғаннан кейін әдіс-тәсілдерді біз сабақ кезінде орыс кластарына барған кезде ең бірінші мен орыс қазақ деп бөлмеймін, жалпы орыс кластары енді қазақ тілді үйрену керек қой. Осы отанымызда тұрғаннан кейін отансыз адам қорғансыз бол дейді. Мына қазақ тіліне тән дыбысымыз бар ғой. Қазақ тіліне тән о, а деген әріптерді дұрыс айта алмайды. Дегендерді мысалы отан деген атан деп тұрса оның өзі де ыңғайсыз. Мысалы, сондықтан тілін жатып болу үшін осы 9 әріп дейміз жатыр. Сұрағыңызға көп рахмет. Өзге біздің қазақ елімізде тұрып қазақша сөйлейтін адамдар бар. Тек аудан туралы айтайын, енді республика бойынша көп қой. Ауданда да бірең-сараң өзге тілдің ұлттың өкілдері бар, қазақша сөйлейтін. Түсіністеп айтпай қояйын, жалпы біздің ана тілді құрметтеп жүрген көнерген сөздерді жаттап, бата тілектерді жаттап, тәрбиелеп жатырмыз. Мысалы, өлеңдерді де жаттатамыз. Біз қазақпыз, тегіміз қазақ ғажаппыз, егемендік жолында табанды талай ғажаппыз. Домбыра алсақ ақынбыз, дулыға кисек батырмыз, тағдырдың жүгін арқалап бүгін келе жатырмыз.